Көрнекті ақын, публицист, этнограф, ағартушы, шежіреші, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы Мәшһүр Жүсіп Көпеев мемориалдық музейі 1977 жылы сол кездегі Жаңажол орта мектебінің қазіргі атауы Мәшһүр Жүсіп Көпеев атындағы орта мектеп деп аталады. Сырт жағындағы арнайы бөлмеде ашылған болатын. Бұған дейін ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің немересі Шарапиев Төлеубайдың және Ұлы Отан соғыс ардагері Нағи Ахметовтың ұйымдастыруымен Шарапиев Төлеубайдың шаңырағындағы жеке бір бөлмеде әулиенің жеке заттары жинақталып, шағын музей үйін ашқан. 1981 жылы Жаңажол ауылдық мәдениет үйі бой көтереді. Осы кезде Ұлы Отан соғысының ардагері Нағи Ахметов қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы Амангелді Омаров пен ақынның немересі Төлеубай Шарапидинұлы мектептегі музей орналасқан бөлменің тарлығын айтып, ауылда бой көтерген жаңа мәдениет үйінің екінші қабатынан кең кабинет сұрап, нәтижесінде музей мәдениет үйіне көшіріледі. 1986 жылы Қазақ СССР Мәдениет министрлігінің коллегиясының шешімімен музейге халық мұражайы деген атау беріледі. Осы жылы аталмыш музейге және Ескелдіге арнайы ат басын бұрып келген Қазақ СССР Мәдениет министрі Өзбекәлі Жәнібеков Мәшһүр Жүсіп Көпеевке арнап шығыс үрдісінде жаңа музей салатынын жеткізеді. Алматының жобалау институтының мамандары келіп, жобалау жұмыстарын бастаған болатын. Бірақ ойламаған жерден Кеңес одағы ыдырап, музей мәселесі қағаз жүзінде қалады. Өзбекәлі Жәнібеков ұсынған ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеев музейі және кесененің жобасы тоқтатылып, мұрағатқа жіберіледі. Дегенмен де сәулетші архитектор Наумовтың жобасы бойынша Агропромстрой трестінің араласуымен 1993 жылы Жаңажол ауылында ақын атындағы жаңа музей пайдалануға берілген болатын. Мәшһүр Жүсіп еңбектерін көзімен көріп, қолмен ұстаған дүниелерін туысқандары мен халық арасынан жинақтауда Нағи Ахметов пен Шарапиев Төлеубай ақсақалдар көп еңбек атқарады. Ал музей құрылысы басталғаннан бері 1992 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің немересі Қажымұқан Пазылов меңгеруші қызметін атқаруда. Ақын көзі тірісінде өзінің 73 жаста бұл дүниеден өтетінін болжап, ас бергізгеннің көпшілікке мәлім. 2 бөлмелі үй салдырып, қабірін өзі қаздыртқан. Жер біраз тереңдегесін көк тас шығады. Сындырып алмай байқап алыңдар дейді. Қабірден қалыңдығы, ені мен ұзындығы 20-30 сантиметр көктас шыққанда ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеев күткенім де дәл осы еді. Сындырмай тұта сал, десе керек. Әулиенің айтуынша жаз айларында ай толғанда таң алдында аспаннан таза рауан желі ашық тұрған есік арқылы тасқа соғып, содан топырақта емдік қасиет пайда болады екен. Сол көктас қазір музей жәдігері ретінде сақталуда. Жаңажол ауылы Ескелді шатқалында орналасқан ғұлама ғалым Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің кесенесі 2006 жылы қайта жаңартылып бой көтерді. Кесене 2 бөліктен тұрады. Бірі намазхана, екіншісі қордайдың мәрмәр тасынан жасалған әулиенің мүрдесі сақталған сандық тас және құлпытас қойылған шамшырағы орнатылған бөлме. Кесененің жалпы алаңы 1028 метр куб. Әулиенің мүрдесі сақталған бөлме 47,5 шаршы метр. Намазханасы 73,4 шаршы метр. Аумақты құрайды. Кесененің биіктігі 14 метр. Салмағы 9,5 тонна болатын құлпытасы мен сандықтасы мәрмәр тастан жасалған. Күмбездің ішкі жағында Алланың 99 есімі жазылған. Айшық темірлері әрленіп, алтынмен жалатылған. Кесененің кіре берісінде Құран аяттары жазылған. Мәшһүр Жүсіп Көпеев кесенесіне зиярат жасап келушілер саны жылдан жылға артуына орай 2016 жылы демеушілер қаражат арқылы 2 қабат қонақ үй бой көтерген болатын. Сол кезде Көпеев ауылында орналасқан музейді жаңа қонақ үйіне орналастыру туралы шешім қабылданады. Музей ғимаратының бір қабатында 19 шаршы метрлік бөлмеге орналастырылып көшірілді. Алайда музей жәдігерлерін сақтауда қиындық туғызғандықтан демеушілік қаржыға 2019 жылы 240 шаршы метрді құрайтын жаңа музей ғимараты салынып қолданысқа берілді. Жаңа ғимаратта экспонат залы 130 шаршы метрді құраса, келесі кабинет коворкинг стилінде музейге келушілердің ақыны Көпеевтің шығармаларымен танысуға жағдай жасалынған.
Бүгінгі күні музейде 785 жәдігер сақталған. Оның ішінде 611 жәдігер негізі қорды құрап, 18 ғасырдан сақталған ақынның әкесі көп жасар қолданған атақты көк құран кітабы, ғұлама көз жұмғанда орап шығарған кілем, ақынның шығармаларын сақтап үнемі жанында ұстаған қоржыны, омыраушысы, үкілі тақиясы, Бұқара қаласының шеберлерімен тігілген оюлы шалбары сияқты және отбасы қолданған құнды жәдігерлер мен араб, парсы, шағатай тілінде жазылған ақынның шығармаларынан тұрады. 2019 жылы музейдің негізгі қоры 28 жәдігермен толықтырылды. Ақынның отбасы қолданған шкаф, іргеге ілінетін айна, құман, алғашқы мәшһүр танушылардың бірі ақынның жиені Жолмұрат Жүсіповтың отбасында сақталған портфельден ақынның Көпеевтің Құран кітабы шығармалары мен жаңа деректер алынды. Сонымен қатар, коворкинг кабинетінде ақын Көпеев музейінің құрылу тарихы туралы стенд қойылған болатын.